ме балалар? Сәлеметсіздер сіздер. Отырыңдар. Балалар, бізде қазір қазақ тілі әдебиет сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын бәріміз ортаға шығайық. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтайық. Бүгінгі күндерің сәтті өтсін. Қайырлы күн, сәтті сабақ. Ге салайық. Күнілке. Қуаныш. Күшті сабақ болсын. Сәттілік. Жақсы күн. Жақсы балалар. Ал енді орнымызға отырмас бұрын мына жерде конфеттерді таңдаймыз, осылай топқа бөлінеміз. Таңдаңдар. Балалар, конфетіміздің түсіне қарай топқа бөлінеміз. Күлгін конфет алған оқушылар өнер саласындағы мамандықтарға кетеді, ал сары түсті конфет алған оқушылар техника саласының мамандары болып бөлінеміз. Алып отырыңдар. Енді балалар, осы топ бойынша өнер саласындағы мамандар және техника саласындағы мамандар, сендерге қағаз таратамын. Осы қағазға өнер саласындағы мамандар жайлы жазамыз. Бірінші топ, екінші топ техника саласының мамандары туралы жазамыз. Ал балалар, онда дайындалып болса, ортаға шығамыз. Қай топ дайын? Ал техника саласының мамандары ортаға. Ал бастаймыз. Қоғай дамуыма орай техникалық мамандарға деген сұраныс өте көп. Техника саласын бәрі біледі. Механик техниканы құрады, жөндейді. Геолог жердің қабаттарын зерттейді. Бағдарламашылар екінші орындағы сұранысқа ие мамандар. Жарайды, жақсы. Отырамыз. Келесі топ өнер саласының мамандары ортаға. Қазақ өнерді қайталанбас өнер адамдарды өте көп. Мысалы қазақ әншілері Роза Рымбаева, Бибигүл Төлегенова, Макпал Жүнісова. Суретшілері Абылай Хасеев, Айша Алымбаева. Бешкешлері Шарапова. Жарайсыңдар, ал отырамыз. Ал енді балалар, өнер саласының тақтада әртүрлі бөлімдермен сала бойынша тақырыптарын қорғап шығады. Яғни сендерге топ бойынша 4 балл берілу керек болған. Өнер саласындағы мамандарға 2 балл, техника саласының мамандарына 4 балл. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, топтық жұмысымыз аяқталды. Келесі бізде жұптық жұмыс. Жұптық жұмысында сендерге тақтада мәтін беріледі. Сол мәтіндегі жоспарды рет-ретімен жазу керек болады. Міне,
Біздің жоспарымыз осы 4 жоспарды рет-ретімен дәптерімізге жазамыз. Ал бастаймыз. Балалар, жоспар жұмысымыз бойынша бір-бірімізді бағалаймыз. Ал Амирға неше балл қоясың? 2. Амир, Аминаға? 2. Айша? 1. Рафаэл? 2. Никита? Жақсы. Ал енді балалар, сендерге үй жұмысына өткен тақырыптардағы жаңа сөздерді жаттап келу керек болған, иә? Сол үшін қазір мен сендерге қағаз таратамын. Осы күнге дейін өткен тақырыпшалардағы жаңа сөздерді жазып шығамыз. Үй жұмысына берілген тапсырманы орындаған балаға 3 балл беріледі. Балаларында көріп тұрғандай еттартқыш, қоқыс жәшігі және чемодан, иә? Чемоданға керек ақпараттарымызды, бүгінгі сабақтан алған керек ақпараттарымызды жазып жақсырамыз. Одан кейінгі қоқыс шелегіне сендер бүгінгі өткен сабақтан керек емес тақырыбымызды, өздеріне керек емес ақпаратты жақсырасыңдар. Еттартқышқа әлі де толықтыруын керек болған жағдайда сол жерге жапсырамыз. Ал жазып, тезірек жапсырып жіберіңдер. Мені жазал. Болғанымыз келіп жапсырамыз тақтаға. Амина, жапсыра ғой. Балалар, рахмет. Осылай рефлексиямызды жасадық. Ал енді үйге тапсырма, ғаламтор материалдарын пайдаланып Қазақстанның атақты геологтер деген тақырыпқа шағын реферат. Кітабымыздың 21-ші бетіндегі 2-ші тапсырма.